Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қарақұмық гарнирі мен томат соусындағы филетін дайындайтын боламыз. Ең алдымен қарақұмықты табаға салып, оның үстіне қайнаған су құямыз. Және май мен тұзын араластырып, әбден қайнағаннан кейін өте жай отта бетін жауып, отта қойып қоямыз. Дәл осы уақытта соусымыз бен тауығымызды дайындай береміз. Табаға май құйып қыздырып, онда сәбіз бен пиязды жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Пиязыңыз неғұрлым жақсы қуырылса, тамақта соғұрлым дәмді болары сөзсіз. Пияз бен сәбіз қуырылып болғаннан кейін оған біз филені саламыз, немесе тауық етін салуыңызға да болады. Әбден суы кеткенше жақсылап араластыра отырып қуырамыз. Тұз, бұрыш, паприканы салып, және дәмдеуіш шөптерімізді қосып, тағы да 1-2 минуттай араластырып алғаннан кейін томат пастасын қосамыз да, үстіне ұнды жайлап сеуе отырып араластырамыз. Қоймалжың түйіршікке айналып қалмас үшін қайта көбірек араластырғанымыз дұрыс. Оны әбден араласқаннан кейін үстіне су құямыз да, бір бұрқ еткізіп өте жай отта 10 минут пісіреміз. Барлық дәнді дақылдардың ішінде адам ағзасына өте пайдалы осы қарақұмық болып келеді. Ол өте көптеген витаминдерге, әсіресе Е витаминіне бай тағам. Сол себепті күнделікті тамақтануда осы өнімді жиі қолданғандарыңыз дұрыс. Әбден жұмсарып піскеннен кейін, суы тартылғаннан кейін қарақұмыққа 1 қасықтай немесе 2 қасықтай сары май, сливочное масло салып жіберетін болсаңыз, дәмі одан сайын ашыла түседі. Арада 10 минут өткенде тамағымыз да дайын болады. Оңай, әрі жылдам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.